өзіңіз археолог болуды армандадыңыз ба? Сіздің жұмысыңыз несімен ұнайды? Ең алғашқы археологиялық экспедиция қайда жүргізілді есіңізде ме? Мен Өскемен қаласындағы бір Жамбыл мектеп болған, қазақ мектебі, жалғыз қазақ мектебі. Сонда оқыған, содан кейін ақырғы жылдары сол тарихшы болғым келді дағы. Сол Өскемен қаласындағы педагогикалық институттың тарих факультетіне оқуға түскен болады. Одан кейін бір курсты бітіргеннен кейін міндетті бір археологиялық бір немене практика болатын ол кезде, қазір де бар. Сол археологиялық практиканы жүргізу үшін сол жердегі бір Зилакина деген бір археологиялық ескерткішке барып қазба жұмысын жүргізіп соған қатысқанбыз. Сол археологиялық жұмыстарды көріп, қазба жұмыстарына қатысып жүрген кезде осы археология мамандығы, жалпы археология деген пән, оның мынау жүргізу әдістері, содан кейін олардың мынау тарихи деректерді, қалай материалдық тарихи деректерді алу әдістері, солардың бәрі ұнаттағы. Содан кейін археолог болғым келіп, бірінші курсты бітіргеннен бастап тарих факультетіне. Сол археологияға қарай бет бұрып, ол 1967 жыл. Содан бастап археология менің студент кезімде ақырындап шұғылдана бастадым дағы. Әлгі конференцияларға студенттердің қатыстым, баяндама жасадым, әртүрлі содан басқа қалаларға барып, үлкен конференциялар, оларды республикалық деңгейде, халықаралық деңгейдегі студенттік конференцияларға қатыстым дағы. Содан барып, ақырындап білім алып, кітап оқып, сол әртүрлі тақырыптарға жүре бердім. Аяғында оқуды бітіргеннен кейін біраз мектепте мұғалім болып істедім дағы. Содан кейін 1980 жылдардан бастап академиялық ғылыми орталыққа келіп, содан бастап академиялық ғылыммен ортасында болдым дағы. Содан бері мінекей ғылымменен таза айналысуға кірістім. Содан бері мінекей жүріп жатырмыз. Рахмет. Сіз осы Шығыс Қазақстан облысы Бестерек ауылының тумасысыз, иә? Осы Ақбауыр өңірінде балық шаңыңызды өткізген екенсіз. Сол айналасында осы өңірді зерттеуге келмей тұрып, алғашқы ойыңыз, пікіріңіз қандай болды? Анау Ақбауырды мен енді бала кезімде сол ауылдың жанында болған, соның Ақбауырдың жанындағы. Сол кезде бала кезімізде жүріп, соны көріп жүретім. Бұның не екенін білмеймін. Енді сол үлкен кісілер айтып, мынау енді жазу бар, ол қалмақтың жазуы мүмкін бірдеңе деп, енді қазақта анау өзінің немересіне былай дәстүрлі былай мәдениетіне, бірдеңесіне келіспейтін нәрсенің бәрін сол кезде қалмақтықты не салатын. Солай содан студент болып жүргеннен кейін осылған көңіл бөле бастадым. Бұл не нәрсе, бұл қалай болған, қай уақытта салынған, не мағынаны білдіреді деп. Содан кейін барып институтты бітіргеннен кейін соны ақырындап біртіндеп зерттей бастадым. Біраз зерттеу жүргіздік. Әлі дағы толық зерттеу жүргізіліп аяқталды деп айта алмаймын. Енді бір ерекше ескерткіш бар, оны жан-жақты ғылыми тұрғыдан зерттеу процесі ешқашан да тоқтамайды. Жыл сайын жаңа бір технологиялар, зерттеу әдістері пайда бола бастайды. Соны қолданып зерттеу жұмыстарын ары қарай жүргізе беруге болады. Одан енді әртүрлі информациялар, бұрынғыға толықтырмалар енгізіле бастайды жыл сайын. Сондықтан дағы бұл енді ерекше бір көп жақты универсалды ескерткіш болғаннан кейін бұны зерттеу ешқашан да тоқталмайды. Өйткені оны былай ашылмай жатқан сырлары көп, неден ашыла қоймайды. Барлық жағынан алып, уақыты жағынан, шығармашылық жағынан болсын. Осы зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қандай да бір деректерді, пайдалы қазбаларды тапқан кезінде таң қалдырған жағдайлар болды ма? Қызықтырған, ерекше болған? Енді
қарапайым болса дағы ең қызықтырған, таңғалдырған сәтіміз ол әлгі мен бірінші курста айттым ғой, әлгі археологиялық практикаға барғанда бірінші рет қазба жұмысына қатысып, сонда қола дәуіріне жататын бір обаны қазғанбыз. Сонда бір кісінің денесі шықты дағы, соның жанында бір үлкен немене қыш ыдыс табылды. Оның бетінде өрнектер бар, геометриялық. Ең таңдандырған дүние алғашқы, соны бұрын көрмеген нәрсем ғой. Таңдандырғаны сол болды, әрі күнге сол есімде қалыпты. Енді одан кейін неше түрлі бір керемет әлемдік деңгейдегі жаңалықтар, бірдеңелер ашылып, соған қазба жұмыстары жүргізілді ғой, халықаралық деңгейде жүрген. Бірақ тағы сол енді есімде сол нақты қалғаны сол бірінші қазбам, бірінші көрген археологиялық жәдігер құмыра несі, горшок дейді. Сол ыдыс соның бетіндегі бейнелер, содан кейін адамның жатқан скелеті денесін бірінші рет көргенім. Сол есімде әлі күнге дейін. Мен осы үңгір туралы көп оқыдым, іздедім. Сол бойынша бірнеше теориялар оқыдым. Осы өңірде өмір сүрген адамдардың осы рәсімдер шынымен қолдану мүмкін бе? Бұл болжам бойынша жасалған теория ма, әлде шынайы зерттеулерге негізделген? Біреулер обсерватория болған дейді, әртүрлі деректер болды. Енді бұл терең үлкен үңгір емес, адамдар тұратын. Бұл енді бұлай кішкентай ғана бір үңгірші, сондықтан да онда адам тұрмайды. Соның енді төбесіне, содан кейін қабырғасына суреттер салды. Содан кейін алдыңғы жағында бір тегістеу жер бар. Сол қола дәуірінің алғашқы кезеңі деп айтуға болады. Сол суреттердің пайда болғаны тас дәуірінің аяғы неолит дәуірі мүмкін. Сол кездегі адамдар ана суретті салып, соның төменгі жағындағы алаңда әртүрлі рәсімдер өткізуі мүмкін деген болжам жасағанбыз. Ең алғашқы сол зерттеу нәтижесі жариялаған кезде. Содан кейін ондағы жазулардың барлығы, ана таңбалар, белгілердің барлығы, белгілі бір ойларды беретін ескерткіштердің бір түрі деп қарауға болады. Ал енді оның ішіндегі ішкі мазмұн туралы енді көптеген ғалымдардың ойлары бар, әртүрлі. Енді ол солай болуға тиісті, өйткені оның енді осыдан бірнеше 3.000-4.000 жыл бұрын, 4.000 жылдан бұрын өмір сүрген адамның не ойлап, қалай, не үшін салынғанын туралы әртүрлі болжамдар айтуға болады. Бірақ тағы енді барлығын сол шын ба жоқ па, сондықтан да ғалымдар әртүрлі болжамдар жасап, пікір таласып, дискуссиялар өткізіп сөйтіп жатады. Оның барлығы енді біреу ешқайсысын жоққа шығаруға болмайды, барлығын дағы ескеру керек. Солардың ішінде енді мен дағы өзімнің ойымды ұсыну 92 жылға шыққан кітабымда айтқан болатын. Содан кейін барып кейін бір осы 2000 жылдар ма, қай жылы ма? Мынау мінекей 92 жылғы кітабым осында алғашқы рет айтылды ғой. Содан кейін мына кітап қай жылы шығып еді? 2010 жылы. 2010 жылы енді осы бұрынғы айтылған нәрсені толықтырып, басқаша толықтырып өзінің көзқарасымды айтқан болатын. Солардың ішінде енді Ресейден келген ғалымдар бар, басқалары, төбесінде бір кішкентай тесік бар, төбесінде. Сола қарап, мүмкін обсерватория бірдеңе болуы мүмкін деген болжам жасады. Бірақ енді мен оған сенбедім, ол дұрыс емес, одан деп басқаша жазған болатын, 2010 жыл жазған кітапта. Сондықтан дағы әрбір ғалым өзінің пікірін сол айтып, содан кейін ол өзінің пікіріне неше түрлі дәлелдеу жүйесін береді ғой. Сондықтан дағы мынанікі мүлдем дұрыс емес деп жоққа шығарып, сөйтіп тастауға болмайды, ғылымда ондай болмайды. Барлық енді біреудің айтқан ойын сыйлау деген болады ғылымда, ескеру деген болады. Сондықтан да енді ол дұрыс емес болатын болса, оған қарсы былай аргументтеріңді айтып, оны жоққа шығаруға болады, дәлелменен. Немесе онымен келісуге болады. Немесе жартылай бір
келсін деген сияқты кейбір жақтары, кейбір ойлары дұрыс болады, кейбір ойының бір жақтары дұрыс емес болады ғалымдарды. Осындай ғылымның даму процесінің өзі сондай. Мына 92 жылы шыққан неде кітапта мен енді бұл жерде ана төбесіндегі тесіктен үңгірдің ішіне таңертеңнен бастап сол кешке дейін жарық түсуі мүмкін дедім да, содан кейін соны айналып ана жердегі жазуларды былай оқығанға соған ана ертедегі өмір сүрген адамдар осындай жағдайды, осындай эффектіні ескеруі мүмкін деп айтқан болады. Ал одан кейінгі ғалымдар сол негізгі мен айтқан сол идеяның енді әлгі төбесінен немене жарық түсті дегенде одан ары қарай дамытып, бұл енді анау аспандағы жұлдыздардың қозғалуы немесе солардың ерекшелігін зерттейтін бір түнде қарайтын бір орталық болып обсерваторияға ұқсас бір пункт болуы мүмкін деген біреу шығарды. Екіншілері бар, баны жазудың барлығы ол әлде аспан денелерінің картасы дегенді біреулер шығарды. Оларға енді кейбір жақтарына келісуге болады, кейбір жақтарына келіспеуге де болады. Сонда ғылыми басқа сол келіспейтін аргументтерді мына 2010 жылы шыққан кітапта мен жаздым. Әлі күнге дейін енді бұл ақбауырдың таңба белгілері, сондағы суреттердің ішкі мазмұны түгел ашылды деп айтуға болмайды. Мүмкін келешекте тағы бір ғалымдар осыны қайтадан тыңғылықты жаңа заманның әдістерімен зерттеп басқа бір ойлар айтуы мүмкін. Ғылымның даму процесінің өзі солай. Бір нәрсе мінеке, әсіресе мынау археологияда, әсіресе мына жарты суреттерін зерттеуде енді түгел барлығы шешіліп қойды деп айтуға болмайды. Бұлай заман өткен сайын, содан кейін ана теория методология дамыған сайын сондай жаңа басқа бір әдістер шығып, басқа бір ойлар туа бастайды. Сондықтан дағы ақбауырдың мәселесі әлі шешілді деп айтуға болмайды. Содан кейін бұл енді тек қана жартас үңгірдегі сурет қой. Енді оның айналасында осы суреттерді салған адамдардың қоныстары болуы мүмкін, бір материалдық қалдықтары болуы мүмкін. Біз осы кейінгі жылдары соларды іздей бастадық. 2019 жылы қазу жұмыстарын бастап едік. Сондықтан анау қола дәуірінің аяғыменен сақтар, ерте темір дәуірінің, яғни сақтар заманының көп қоныстары шыға бастады. Сол қоныстарды зерттеп жатырмыз. Солардың ішінен осы жарты мына үңгірге байланысты материалдар шығып қалуы мүмкін, бірақ оның барлығын қазып, оны түгел зерттеу үшін көптеген ондаған жылдар керек. Сондықтан дағы барлығы әлі дағы ақбауырдың құпиясын ашу мәселе әлі келешекте деп айтуға. Осы сол жердегі петроглифтердің мағынасы қандай болуы мүмкін? Осы қандай болжам жасалды, нені білдіруі мүмкін? Енді жаңа бір болжамда айтты ғой, кімдер, астрономия болуы мүмкін деп, немесе ана жерде символикалық белгілер ғой, ол белгілердің артында үлкен бір ойлар жатыр. Мысалы, анау крест сияқты таңба бар. Крест дегеннің өзі әртүрлі бұлай мифологияда әртүрлі мағынаны білдіреді. Мысалы, ежелгі сонау басқа халықтар осыдан 4000 жыл бұрын, 4,5 жыл бұрын, 3,5 жыл бұрын өмір сүрген халықтар, олардың мифологиясында олардың ой басқаша болуы мүмкін. Жерді, аспанды, күнді, құдайды деген сияқты белгілеуі мүмкін. Ішінде бір арбаның суреті бар. Арбаның суреті бір жағынан сол енді мұның мерзімін анықтайды, екінші жағынан бұл енді арбаны талдап қарасақ, ішінде сол әлгі қос аяқты ағаш арба, ағаш дөңгелекті диск сияқты дейді. Бұның уақыты ондай арбалардың пайдаланып шыққан уақыты, содан оны адамдардың пайдаланған уақыты белгілі. Ол бір жағынан. Екінші жағынан енді сол кездегі адамдар сол арбаның бейнесін бейнелеген кезде бұл тек қана арба емес, ол бір символикалық белгі ретінде салуы мүмкін. Тұрмыстық дүние емес, енді бір мифологиялық бір ойды білдіретін белгі ретінде салуы мүмкін. Мысалы,
бір жерден екінші қозғалу, ал жерден аспанға құдайларға баратын жолды көрсету деген сияқты басқа әртүрлі ойларды көрсетуі мүмкін. Сондықтан дағы бірден енді осылай деп арба мынау байланыс құралы, тасымал құралы бірдеңе екені белгілі, бірақ та ол нені тасымалдайды? Жүкті тасымалдай ма, адам тасымалдай ма, немесе сол адамдардың тәңірге баратын жолының белгісі ма деген сияқты әртүрлі болжамдар ойлар келуі мүмкін адамдарға. Сондықтан дағы әрбір таңбалардың барлығынан неше түрлі мазмұн түсіндіру варианттары, нұсқалары шығуы мүмкін. Сондықтан дағы археологияда әсіресе таңба жартас суреттерін зерттеуде көп ойлар туындайды дағы, содан кейін барып тұрып түгел мәселе аяғына дейін шешілді деп айтпайды ешқашан дағы ойлар. Одан кейін мерзім, бұлардың ең алдымен негізгі шарты бұлардың салынған мерзімін анықтау. Мерзімін анықтауда енді бұрын салыстырмалы зерттеу арқылы анықтайтын. Енді қазіргі кезде көптеген бір басқа радиокөміртегірлік, басқа әдістер шыға бастады. Солар арқылы нақты уақытты анықталуы мүмкін болашақта. Әлі уақытты дұрыс анықталған жоқ бұл. Бұл мен мысалы энеолит дәуіріне жатқыздым. Мүмкін ол қола дәуірінің белгілі бір кезеңіне жатуы мүмкін. Енді біз энеолит сол енді металл уақытының қола дәуірінің басы деп есептедім ғой. Мүмкін басы емес ортасының аяғына кетіп қалуы мүмкін. Бұл келешектегі зерттеулер оны көрсетіп, жаңа әдістер қазір шыға бастады, соны пайдалану керек деген сияқты. Осы енді Шығыс Қазақстаннан қандай тарихи орындар табылды осыдан басқа? Осы орындардың бізге берер ақпараты, құндылықтары қаншалықты жоғары? Енді мына сол Ақбауырдың өзінің қоршалған жерін барып көрдіңдер ғой? Соның ішінде қанша ескерткіштер шықты. Біз бұрын білмейтін. Солардың ішінде қоныстар бірінен кейін бір жарым километр жерге созылып жатқан. Ол тек қана қоныс, жай ғана қоныс емес. Бұл енді үлкен бір қаланың нышанын көрсететін құрылымдар болып шығып жатыр. Сондықтан да біз оларды енді кейін протоколы, қаланың алғашқы түрлері деген болу мүмкін деген ойға келе бастады. Оны енді ешкі көрсетеміз. Содан кейін жерде орындар бар, суреттердің әртүрлі, қашап салған суреттер де бар, содан кейін оқырамен салынған суреттер бар, қызыл айналасының бәрінде жерде мұртты қорғандар бар, сол жақты, соның арғы бетінде неменедегі Қызылтас деген не бар ғой, төбе, сол сияқты Ақбауырдың қазысында. Сол жерде көп ескерткіштер бар. Ал енді жалпы Шығыс Қазақстан келетін болса, бұл енді бүкіл Қазақстан бұлай десінде кеңістігін арқылы қарайтын болсақ, бұнда тарихи археологиялық ескерткіштердің асы көп шоғырланған өңір деп айтылады. Сол тас дәуірінен, палеолит дәуірінен, ежелгі тас дәуірінен бастап кейінгі этнографиялық заманға дейін ескерткіштер көп шоғырланған. Тарбақтай жағы бар, ар жағында, ана жақта Қалба, Нарын деген бар. Содан кейін жер асты байлықтары өте көп болғаннан кейін қола дәуірінде ол жерде әлгі тау-кен ісігі қатты дамыған, металлургиясы соларды дамыған. Содан кейін енді біздің кейбір болжамдарымыз бойынша кейінгі зерттеулер негізінде жасалған. Осы қола дәуірінен ерте темір дәуірі, яғни сақтар дәуіріне өту процесі бүкіл Евразия кеңістігінде, далалық кеңістікте осы мынау Қазақ Алтай өңірінде болған сияқты деген болжамымыз бар. Енді оның барлығына біраз дәлелдер бар, бірақ та ары қарай тағыдағы осы идеяны былай дәлелдеу үшін көптеген жұмыстар жүргізуге тиістіміз. Рахмет, көп уақытыңызды бөліп бізге осындай ақпарат берген үшін көп рахмет. Біз де сізге құр келмедік, құр мектебіміз атыңыздан осы сыйлықтарды қабыл алыңыз. Олай маған сыйлық берді, онда солай ма? Мынау Алтай ма? Мынау әлгі неме? Алматының жанындағы таудағы пик па? Оқушылардың салған суреті. Или воображение. Несімен салған суреті. Осы одан кейін мектебіміздің арнайы сыйлық қонақтарына берілетін естеліктер біздің мектебіміздің естелік ретінде қабыл аласыз. Сізде мұны сонша ұры қылып немене? Мектебіміздің арнайы өзінің мектептерін шығарады,
қолданып жүрміз. Естелік ретінде сізге. Жасап жатқан жұмыстарыңызға көп рахмет. Бізге берген сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Болашақта сізбен ары қарай жаңағы жұмыс істейміз деп ойлаймын. Осы жобамызды ары қарай жалғастыру мақсатында. Онда ақпаратқа келіп біз жыл сайын қазба жұмысын жүргіземіз ғой. Соған келіп қатысыңыздар жазда оқушылар студенттер барлығы жүреді жазған жерде.